Достар, Наурыз құтты болсын. Мерекеге орай сіздерге ең қызықты ертегілер топтамасын дайындадық. Топтаманы балаларға ең қатты ұнаған жеті-лақ ертегісімен бастайық. Кәне, ыңғайлап отырып ертегілерімізді көруді бастайық. Жеті-лақ ертегісі. Баяғыда бір орманның шетінде ешкі мен оның жеті кішкентай лағы өмір сүріпті. Тамақтарыңыз дайын, лақтарым. Рахмет, анашым. Мәз болыңдар, балаларым. Жақсы, көбірек алыңдар. Анасы лақтарын өте қатты жақсы көріпті. Бір күні ешкі орманға азық іздеуге шығар алдында балаларын жинап алып былай дейді. Балаларым, мен орманға барамын. Сендер есікті ешкімге ашпаңдар. Орманда қасқыр жүр, ол өте айлакер. Егер ол үйге кіріп кетсе, бәріңді жеп қояды. Оны даусынан және қара табанынан тануға болады. Жақсы, анашым, біз сақ боламыз. Мен кетіп барамын, балалар. Есікті бекітіңдер. Иә, анашым, бесік бекітілді. Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Бірақ лақтар оның жуан даусынан қасқыр екенін бірден танып қояды. Ашпаймыз, біздің анамыздың даусы нәзік әрі әдемі. Сен қасқырсың. Сәлеметсіз бе, маған бір жұмыртқа керек. Әрине, қанша керек? Бір-ақ жұмыртқа жетеді мына ақша. Міне, алыңыз. Рахмет. Қасқыр даусы жеңішке болу үшін шикі жұмыртқа ішіп алады. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Лақтар есік астындағы тесіктен қасқырдың аяқтарын көріп қояды. Ашпаймыз, сен қасқырсың. Біздің анамыздың аяқтары аппақ. Қасқыр дүкеннен боралып, аяғын аққа бояйды. Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Лақтар есік астынан ақ аяқтар көріп, аналары келді деп есікті ашады. Қасқырды көріп, лақтар қорқып кетеді. Қасқыр қорқып кеткен лақтарды үлкен қапқа салады. Қайда қаштың? Қашып кеткен лақ орманға анасын іздеп кетеді. Анашым, қасқыр бауырларымды қапқа салып алып кетті. Уайымдама, балам. Бауырларынды табамын. Алло, полиция! Менің лақтарымды қасқыр алып кеткен. Көмектесіңдер! Ұсталдың ба, қасқыр? Лақтарды босатайық. Иә, босатайық. Сонымен ешкі жеті лағымен өз үйлерінде бақытты өмір сүрді. Достар, каналға тіркеліп лайк басу ұмытпайық. Лақтар анасымен қосылғаны қандай жақсы болды. Ал келесі ертегіміз көп балаларға ұнаған үйшік ертегісі. Үйшік ертегісі. Ертеде бір ашық алаңқайда бос тұрған үйшік болыпты. Бір күні осы үйшіктің қасынан шықылдауық тышқан жүгіріп өтіп бара жатып, тоқтай қалады. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады екен? Ішінен ешкім жауап бермейді. Тышқан үйшіктің ішіне кіріп, сонда тұра бастайды. Содан кейін бақылдауық бақа секіріп келіп, есікті қағады. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Мен шықылдауық тышқанмын, ал сен кімсің? Мен бақылдауық бақамын.
Мені де ішке жіберші. Кір, бірге тұрайық. Олар екеу болып тұра бастайды. Бір кезде қорқақ қоян келе жатып үйшікке барады. Үйшік, үйшікте кім тұрады? Мен шықылдауық тышқанмын, мен бақылдауық бақамын, ал сен кімсің? Мен зымырауық қоянмын. Қоянды да ішке шақырады. Олар үшеу болады. Көп ұзамай үйшікке түлкі Бикеш келеді. Үйшікте кім тұрады? Аңда өздерін таныстырады. Түлкі де оларға қосылады. Енді олар төртеу болып, көңілді өмір сүреді. Бір кезде үйшікке қасқыр жақындайды. Үйшікте кім тұрады? Оны да ішке қабылдайды. Бес дос бірге тамақ ішіп, ән айтып татулықта тұрады. Ең соңында орманды жаңғыртып, қорбаңдаған маймақ аю келеді. Үйшікте кім бар? Мен де осы үйшікте тұрғым келеді. Біз тышқан, бақа, қоян, түлкі және қасқырмыз. Ал сен кімсің? Мен маймақ аюмын. Мен де сендермен тұрғым келеді. Біздің үйшіктер ғой, сен сыймайсың, дейді аңдар. Ештеңе етпес, мен шатырдағы жатамын. Аю үйдің төбесіне шығып бара жатқанда, үйшік шытыр-бытыр етіп қирап қалады. Аңдардың бәрі сыртқа атып шығып аман қалады. Олар мұңайған жоқ, бәрі жабылып, ағаш тасып бастайды. Аңдар жаңадан үйшік сала бастайды. Сонымен аңдар бәрі сиятын керемет үлкен үйшік соғытты. Қалай балалар, қызық болып жатыр ма? Онда келесі көретін ертегіміз Үш аю. Үш аю ертегісі. Баяғыда орманның шетінде ата-анасымен бір қыз тұрыпты. Анашым, ішім пысты, мен жидек теріп келейінші. Әрине қарағым, сақ бол. Рахмет. Қызым, бірақ алысқа алыстама. Жарайды анашым. Сонымен қыз жидек теруге шығады. Орманда неше түрлі жидектер бар екен? Көп жидекке қызығып, үйінен алыстап кеткенін байқамай қалыпты. Солай адасып жүріп бір үй көреді. Бұл үйде кім бар екен? Кіріп демалып алсам? Тамақ бар екен, қарным ашты, жеп алайын. Мына үлкен табақтағы тамақ ыстық екен. Орташа табақтағы да шамалы ыстық. Мына кішкентай табақтағы тамақ дәмді екен. Мына орындықтар әдемі екен. Отыра тұрайын. Үлкені маған ыңғайсыз екен. Орташасы да ыңғайсыз. Мына кішкентайы маған ыңғайлы екен. Шаршап кеттім, жатып демалып алайын. Үлкен төсек маған ыңғайлы емес екен. Орташасы да үлкен сияқты ыңғайсыз. Кішкентай төсекке жатып көрейін.
Керемет, осы төсек ыңғайлы екен. Сол ыңғайлы кішкентай төсекте қыз ұйықтап қалады. Бір кезде серуендеуге шыққан аюлар отбасы үйлеріне оралады. Кім менің табағымнан жеп, тамақты тауыспаған? Менің табағымнан кім тамақ жеген? Кім менің табағымнан жеп тамағымды тауысқан? Менің орындығыма кім отырып орнынан жылжытқан? Ал менің орындығымды кім жылжытқан? Менің де орындығымда біреу отырыпты. Менің үлкен төсегіме кім жатқан? Менің де төсегіме біреу жатыпты. Менің төсегімде біреу жатыр! Қатты қорқып кеткен қыз бір жолға түсіп қашады. Жеттім-ау әйтеуір. Анашым! Құлыным! Достар, ата-анамыздың айтқанын тыңдайық. Ойнағанда үйімізден алыстамайық. Лайк басып каналымызға тіркелейік. Топтамамыздың соңында каналымызға кеше ғана шыққан Алдар Көсе мен Бай ертегісі. Сәлем! Ертегі көрейін деп отырсыңдар ма? Онда мен өтіп кетейін. Алдар Көсе мен Бай ертегісі. Мен алдармын, бәрінді мен алдаймын. Мына күннің суығын-ай, тонайын дедім. Біреу келе жатырған сияқты. Бүгін күн қандай ыстық? Ыстықтадым мен қатты. Ай, мына күннің ыстығын-ай. Ассалаумағалейкум, Байеке. Уағалейкум ассалам. Ай, сен неге күн ыстық деп әндетіп жүрсің, салқын жел соғып суық болып тұрғанда? Қайдағы суық? Ыстықтап тұрмын мен. Мынауын не дейді? Қалай тонбай жүрсің сонда? Мына шапанымды қара. Бұл шапан сиқырлы. Сиқырлы дейсің бе? Ол қалай сонда? Суық ауа мына тесіктен кіріп, мына тесіктен шығып кетеді. Міне, сондықтан мен тонбай жып жылы жүрем. Ай, сен маған бұл сиқырлы шапаныңды сатсай? Жоқ, сата алмаймын, өзіме керек. Сата алмаймын, өзіме керек. Онда сен менің тонымды ал да, маған шапанымды бер. Тонымды берем дейсің ба? Мақұл, бере ғой енді. Қалпағымды да алып, өзіңнің тұмағыңды бере сал енді. Ана жақта не болып жатыр өзі? Алдар Көсе тағы да біреуді алдап жатыр. Ай, мынау немене? Бұл осы видеоға лайк басып, каналға тіркел деген белгі. Мен алдармын. Бәрінді мен алдаймын. Мына шапандымда жылы емес. Алдар Көсе мені алдап кетті. Балалар, Наурыз мерекесі тағы да құтты болсын. Лайк басып каналға тіркелейік.